кофенің толық вкусын сезіну үшін арналады. Фильтрда сен толықтай кофенің дәмін түсіне аласың. Менің досым айтпақшы, өф кофе болды. Bir кофейня, екінші кофейня. Саламаттың шайын шектеп. Бізде әртүрлі кофелер келді бүгін. Дубайдағы ең үлкен производительдердің бірі Archer's Coffee деген 90+, яғни бұл оценкасы, ең жоғарғы оценка берген кофенің түрі. Сосын әлемге әйгілі японский бренд Arabica деген кофе. Арабика, японский мани. Это бренд Арабика. Бренд Arabica, японецтерден шыққан. Сол келді бізге. Сосын әлемде жалғыз Аймуника деген бұл кофейный зерна. Бұл яғни mushroom кофе дейді, яғни Саңырау құлақтан жасалған. Саңырау құлақпен ферментация бірге жасалған зерналар. Яғни бұл Кореяда бірақ қана жерде Америкаға тасымалдайды. И содан бізге де алып келдік, қазір бізде бар. Бұл сіздерде қазір шектеулі ма, Сәке, или бар ма? Өте Шектеулі салған ма сіздер? Сол үшін өзім жүгіріп келдім, специально ішіп көрейік деп. Осынау Коста-Рика кофесі. Blackberry Smith деген кофейный сет бар Дубайда, өте үлкен. Основном Абу-Дабиде. Соның кофесі, яғни кім эспрессо, американо және латте капучино ішетіндерге арналған. В общем, Сәкемен бірге Дубайға барған саяхаттан сезінгілеріңіз болса, міндетті түрде мұны өте аз экземплярда келген эксклюзивті кофелерді ішіп қалыңыздар. Қайсысын ішкіңіз келді? Любой, біз енді. Короче, жалпы дамыған мемлекеттер уже машинкеден де жай ауытқып жатыр дейді Сәке. Мынандай дүниеге өтіп жатыр дейді. То есть таза handmade болып тұр ғой. Мұнда әлемге әйгілі арабикадан ішеміз ба? Кеттік. Арабика колумбийский. Бұл воронка деген, яғни бұл кофенің толық вкусын сезіну үшін арналады. Яғни бұның формасы 27 градуста жасалған. Специальный фильтр кофе жасауға арналған. Біз осылар қоямыз и промывка жасаймыз. Фильтрда сен толықтай кофенің дәмін түсіне аласың. Яғни фильтр кофенің ішу тәртібі, яғни сіз бірінші рет дәмін толықтай білгілеріңіз келсе, яғни сіз оны ішке қарай Апасты. сөзі бүткіл дәмін көре аласыз. Яғни бұл жерде бізде карамель, лесной орех сондай дәммен шығады. Менің досым айтпақшы, өф кофе болды. Действительно супер кофе. Прям ыстықта емес ше. Яғни бұл 100 градуста күйіп кетеді. Осы себепті қалай. Супер. Вообще қарай. Өздері келесі ғой, короче.